Және де Көтберген Осырақ қызы Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Сәлеметсіз апай, қалыңыз қалай? Қайда жүрсің? Қайда? Сізді сіккен? Барды отыр орнына. Сорлы, спатишка соққанын айтсашы. Шатлақ, аузыңа ие бол, мен бәрін естіп тұрмын. Жарайды апай, жарайды. Сонымен кім дайын? Мен апай. Не, дайынсың ба не? Ата кіші, қыз дайын болса мен де дайын ғой. Сен бала қанды ішіп біттің ғой. Апай, менен басқа соғатын адам таппадыңыз а? Енді сенен басқа адам жоқ болса өлем ба? В натуре бәрі қайда кеткен е? Қайда, сен сікесің. Басыңызға не салғасыз? Көп сөйлемей отыр. Апайдың көті қотыр. Шық, білет, кабинеттен енді оралушы болма. Итакта кетейін деп тұрғам, сіз айтпасаңыз да. Қотақпас. Атанаңды шақыр мектепке. Және де боқтық сөз. Қырманға кел, қотақпыз. Шәк, боқтамай жүрсеш. Ам петкізгеннесін ақ. Мына сенің боқтау жүрген негізі дұрыс емес. Ана чапөкке не үйретшісің сен? Амаңды шығарып жібе. Твайнайт, саған не жоқ? Бүркіт ағаны, мен бауырымды соғатын кімсің соншама? Боқмұрды не маған әңгіме айтайын дедім ба не? Кімге, бірақ мен бір айтшы кемек қол көтеріші болмана. Бля. Сен бір удардан талқып қалшы едің ғой? Бүркіт аға. Не? Отағы же. Бүркіт аға, былайша айтқанда, шамаңа қара. Баланың тілі шала. Қалай екен мен ударым? Не ұқай бәбіру? Сковородкамен ам еткізгесің ғой. Және де мектеп. Батя, осы сен мектепке бардың е? Бардым. Мен онда да жұмыс істегем. Әке, біз өзімізді мықты екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Ең біріншіден, ең жынды орынды таңдап алуларың керек. Нәсісіген ана үштен тұр. Соны айтам, давай, тұр, босат. Сендердің бастарың ақпай ма не, шегі бағасынар ма еп, твайнаттар? Бля, тұр дедік қойна. Бай, талқаған мұны. Осы сендердің бастарың ақпайды, артқы орын туралы айттым, апайдың орын емес. Айттым, мұй чадлақ мен саған артқы орындықтар деп. Жарайды, тоқ емес пе? Тағы күшті екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Так, мектептегі ең мықты адамды ұстап аласыңдар да көтін айырасыңдар. Мұна мектепті кім ұстайтына? Ойбай, директор қайда? Прикинь, директор ұстайды дейді ғой. Мұнда не болып отыр? Жай, іштен ке. В общем, директордың көтін айырып тастадық. Топастар, мықты адам деген ол 11-ші класстың старшагы. Біз қайдан білеміз, бізге директор деді ғой. Ой, тоба.